Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шоколадты бисквит жасап үйренеміз. Бұл бисквит арқылы сіздер сникерс сияқты немесе басқа да шоколадты торт жасай аласыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, сұйық май, ұн, қопсытқыш, какао, қант қажет болады. Ең алдымен біз миксерге жұмыртқамызды салып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасынан болғаны жақсы. Қамырды торттың формасына байланысты дөңгелек, немесе төртбұрышты, немесе противеньге де пісіруге болады. Егер сіз формада пісірсеңіз, екі формаға бөліп пісірген абзал. Өйткені қамыр қалың болады және ылғалды болады. Сондықтан ол көп пісуі мүмкін. Маса жақсылап көпіршіктенгеннен кейін қантты салдық. Ал ол уақытта біз құрғақ ингредиенттерді илеуіштен өткізіп аламыз. Өткенде айтқандай, какаода өте көп түйіршіктер болады. Сондықтан илеуіштен өткізген дұрыс. Жұмыртқа мен қанттың масасы әбден жақсылап араласып, үлкейіп ағарды. Енді бұған сүт пен сұйық майды біртіндеп қосамыз. Келесі кезекте бізде құрғақ ингредиенттер. Оларды біртіндеп қосамыз, баяу скоростьпен тек араластырамыз. Бүгін мен қамырды противеньге пісіремін. Осы масса бір стандарттық противеньге дәл келеді. Массамызды тым араластырып керегі жоқ. Біріккенін байқағаннан кейін тоқтатып, жан-жағын жинап алып, осылай міне сұйық болады, ол қалыпты. Және мен бүгін міне противеньге құйып пісіремін. Қамырдың пісу уақыты өте жылдам, 15-20 минут. Сондықтан өз плитаңыздың қызуына байланысты 150-180 градус температурасының аралығында қойып, 15 минуттан кейін тексеріп отырыңыз. Міне достар, менің қамырым пісті, осындай жұмсақ, ылғалды болады. Ойынды суытуға решеткаға аударып қойып қоямын, демалдырамын. Қамыр шыққаннан кейін, сәл уақыттан кейін оны решеткаға аударып қоясыздар. Егер сіздер формаға пісірсеңіздер де, сол формасымен аударып қойыңыздар. Әбден суығаннан кейін барып шығарғандарыңыз абзал. Форма аударып тұрғанда бисквит өз пішінін кішкене кеңейтеді, басылып қалмайды. Бисквит дымданбау үшін решетканы биіктеу ауа өткізетін бір затқа орналастырыңыз. Мен бұл қамырымды суытып, ұсақтатып, арнайы формаға бента-торт жасаймын. Мендегі торттың құрамы бисквит, крем-чиз, карамель және пралине. Келесі видеода осы бисквиттан стандартты дөңгелек торт жасап құрастырып көрсетемін. Сізде өз қалауыңыз бойынша кез келген пішінде және басқа да кремді пайдаланып жасап көре аласыз. Ал біз міне осындай керемет мерекелік бента-торттар әзірледік. Сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып сақтап қойыңыздар. Келесі кездескенше.